Күздің қара суығы ерте түскен жыл еді. Ауыл шетіндегі ескі үйде толғағы қысқан Айманжан ышырып жатты. Сыртта жаңбыр төпелеп, жел терезені сабалаттырды. Ауылдағы жалғыз фельдшер келіп үлгергенше, әйелдің жылдың бойы үлгергенше, әйелдің жағдайы қиындай түсті. Түн ортасына таман дүниеге екі ұл келді. Егіз бала, деп қуанды фельдшер. Айманның күйеуі Нұрлан қуаныштан көз жасын тия алмады. Олар көп жылдан бері сәби күткен еді, бірақ сол түні ешкім күтпеген жағдай болды. Таңға жақын балалардың бірінің жағдайы күрт нашарлап кетті. Фельдшер аудандық ауруханаға жеткізу керек екенін айтты. Нұрлан мен дәрігер баланы алып жолға шықты. Сол кеткеннен қайтпады. Жолда қатты боран басталып, көлік аударылған деген хабар келді. Алайда нақты мәлімет болған жоқ. Ауруханада баланы қабылдамағанын айтты. Нұрлан іздеді. Полиция іздеді. Бірақ сәби де, оны алып кеткен көлік те табылмады. Айманға тек бір ғана сөз айтты. Балаң қайтыс болған шығар. Бірақ ана жүрегі оған сенбеді. Жылдар өтті. Айман әр туған күн сайын екі балаға арнап дастархан жаяды. Бір орын бос тұратын. Ауыл адамдары оны түсінбейтін. Өлген баланы күтіп не керек, дейтін кейбіреулер. Бірақ Айман, менің балам тірі, деп жауап беретін. Оның қолында бір ғана дәлел бар еді. Егіздердің бірі дүниеге келгенде, сол жақ иығында ай тәрізді мең болған. Егер бір күні сол меңі бар жігітті көрсе, бірден танитынына сенді. Ал арада 18 жыл өткенде, олардың ауылына бейтаныс жігіт келді. Ауылға келген жігіт өзін Арман деп таныстырды. Ол құрылыс компаниясында жұмыс істейтінін айтып, ескі ғимараттарды зерттеуге келгенін жеткізді. Жігіттің түрі ауылдағы көп адамға ұнады. Сыпайы, сабырлы, еңбекқор. Бірақ Айман оны алғаш көрген сәтте жүрегі шым ете қалды. Себебін өзі де түсінбеді. Әлгі жігіттің көзқарасы, жүзі, күлкісі өз ұлы Әлиге қатты ұқсайтын. Бір күні Арман үйіне қонаққа келді. Дастархан басында отырған кезде, оның жейдесінің жағасы сәл ашылып кетті. Айманның көзі иығына түсті. Сол жерде кішкентай ай тәрізді мең бар еді. Әйелдің қолындағы кесе жерге түсіп кетті. Апа, жағдайыңыз жақсы ма? Деді Арман. Айман жауап бере алмады. Көзінен жас ағып тұрды. Ол дәл осы меңді 18 жыл бойы түсінде көріп келген. Бірақ шындық бұдан да қорқынышты болып шығатынын ол әлі білмейтін. Сол күннен кейін Айманның мазасы қашты. Арманның әр қимылын бақылап жүрді. Ол күліп сөйлегенде де, ойланып отырған кезде де Әлиге ұқсайтын. Кейде тіпті екеуін қатар қойсаң, ажырату қиын сияқты көрінетін. Бір кеште Айман ұлы Әлиге: «Балам, Арман саған ұқсайды деп ойламайсың ба?» деді. Әли күліп жіберді. «Анашым, ауылда бәрі-біріне ұқсай береді ғой». Бірақ Айманның көңілі орнына түспеді. Келесі күні ол Арманды шайға шақырды. Әңгіме арасында оның балалық шағы туралы сұрай бастады. «Сен қай жерде өстің, балам?» Арман бір сәт ойланып қалды. «Шынымды айтсам, нақты білмеймін». «Қалай?» «Мені асырап алған ата-анам бар. Олар маған кішкентай кезінде балалар үйінен алғандарын айтқан». Айманның жүрегі дүрсілдеп кетті. «Ал туған ата-анаңды іздеп көрдің бе?» «Жоқ, анам мен әкем жақсы адамдар болды. Сондықтан бұл туралы көп ойланбадым. Бірақ бір қызығы бар еді». Арман қалтасынан ескі күміс тұмар шығарды. «Мынаны мені тапқан кезде мойнымда болыпты», дейді. Айман тұмарды көрген сәтте орнынан атып тұрды. Бұл тұмарды ол егіздер дүниеге келгенде арнайы жасатқан еді. Біреуін Әлиге тағып қойған, екіншісін жоғалған сәбиіне таққан. Айманның көзіне жас толды. Енді ол күмәнданбайтын. Арман оның жоғалған ұлы еді. Бірақ дәл сол сәтте үйдің сыртынан біреу олардың әңгімесін тыңдап тұрғанын ешкім байқамады. Терезе сыртында тұрған адам ауылдың ең бай тұрғыны Серік болатын. Ол Айманның сөздерін естіп қал, бірден кетіп қалды. Үйіне келген соң ескі сандықты ашты. Ішінен сарғайған сурет пен құжаттарды шығарды. Оның қолдары дірілдеп тұрды. Өйткені бұл құпияны ол 18 жыл бойы ешкімге айтпаған еді. Сол түні жоғалған көлікке алғаш болып жеткен адам Серік болатын. Апаттан кейін нәресте тірі қалған, ал жүргізуші ауыр жарақат алған. Серік сол кезде баласыз еді. Жары екеуі көп жыл сәби сүйе алмай жүрген. Тірі қалған нәрестені көргенде тағдырдың сыйы деп ойлаған, бірақ қорқып кетті. Баланы өзіне қалдыру үшін бәрін жасырды. Кейін жағдай қиындап кеткен соң сәби балалар үйіне тапсырылған. Осылайша барлық із жоғалған. Серік жылдар бойы бұл шындықты ішіне бүгіп келді.
Ал қазір жоғалған бала қайта оралған еді. Егер бәрі белгілі болса, бүкіл ауыл оның кім екенін білетін еді. Серік сол түні ұйықтай алмады. Ал келесі күні Арманға белгісіз біреу телефон шалды. Егер туған атанаң туралы шындықты білгің келсе, бүгін түнде ескі диірменге кел. Арман үнсіз қалды. Өйткені бұл қоңырау оның өмірін түбегейлі өзгертетін еді. Түн қараңғы еді. Арман ескі диірменге қарай жалғыз бет алды. Телефон шалған адамның даусы әлі құлағында жаңғырып тұрды. Туған атанаң туралы шындықты білгің келсе. Жүрегі алып ұшып келе жатты. Диірменнің маңына жеткенде алыстан бір адамның сұлбасы көрінді. Бұл Серік еді. Арман жақындаған сайын оның жүзіндегі қобалжуды анық байқады. Сізбе хабарласқан, деді Арман. Серік ауыр күрсінді. Иә. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Мен саған көп жылдан бері айтылмаған шындықты айтуға келдім. Арманның жүрегі зу ете қалды. Серік бәрін баяндап берді. Боранды түн, апатқа ұшыраған көлік, тірі қалған сәби, балалар үйі, жоғалған құжаттар, барлығы. Арман үнсіз тыңдап тұрды. Сонда мен Айман апаның баласымын ба? Деді ол әрең. Иә. Серіктің даусы дірілдеп шықты. Арманның көзінен жас аршып кетті. Өмір бойы іздемеген сұрақтардың жауабы дәл алдында тұрған еді. Бірақ сол сәтте олардың артынан бір дауыс естілді. Мен бұған сенбеймін. Екеуі жалт қарады. Бұл Әли болатын. Ол олардың әңгімесін басынан аяғына дейін тыңдап тұрған еді. Әли үшін бұл жаңалық ауыр тиді. 18 жыл бойы өзін жалғыз ұл санап келген. Ал енді аяқ астынан егіз бауыры пайда болды. Үйге келген соң ол ешкіммен сөйлеспеді. Айман қанша түсіндіруге тырысса да үндемей қойды. Арман да өзін кінәлі сезінді. Мен отбасыларыңызды бұзғым келмейді, деді ол Айманға. Жоқ балам, сен ештеңе білдірген жоқсың. Сен менің жүрегімде 18 жыл бойы өмір сүрдің. Бірнеше күн өткен соң ауылда бұл жаңалық желдей тарады. Бәрі Арман мен Әлиді көруге келетін болды. Шынында да екеуі бір-біріне қатты ұқсайтын. Бірақ мінездері мүлде бөлек еді. Әли ашық жарқын болатын. Арман сабырлы, тұйық еді. Уақыт өте келе екеуі бір-біріне жақындай бастады. Балық аулауға бірге барды. Әңгімелесті. Балалық шақ туралы сыр бөлісті. Жоғалған жылдарды қайтару мүмкін емес еді. Бірақ алда оларды тағы бір күтпеген шындық күтіп тұрыстырған. Айман ескі құжаттарды ақтарып отырып, апат туралы хаттаманы тауып алды. Сол жерде бір сөйлем жазылған еді. Көлікте 2 емес, 3 адам болған. Айман таңырқап қалды. Үшінші адам кім? Неге ол туралы ешкім айтпаған? Және неге бұл мәлімет жылдар бойы жасырылып келген? Ол осы сұрақтардың жауабын іздей бастады. Ал бұл іздеу бүкіл оқиғаның шын мәніндегі ең үлкен құпиясын ашатын еді. Айман қолында құжатқа қайта-қайта қарады. Көлікте 3 адам болған деген жол көз алдында тұрды. Бірақ ол түні көлікке Нұрлан, фельдшер және сәби мінген деп айтылған еді. Онда 3-ші адам кім болды? Келесі күні Айман аудандық мұрағатқа барды. Ескі құжаттарды ақтара бастады. Бірнеше сағаттан кейін шаң басқан папканың ішінен апатқа қатысты хаттаманың толық нұсқасын тапты. Онда куәгердің жауабы тіркелген екен. Апат орнында қара түсті пальто киген белгісіз ер адам жүрген. Айманның жүрегі зу ете қалды. Бұл адам кім? Неге оны ешкім іздемеген? Неге іс жабылып қалған? Сол кезде мұрағат қызметкері тағы бір қағаз әкелді. Мынау да сол іске қатысты сияқты. Айман қағазды ашып оқыды. Қолтаңба қойылған. Ал қолтаңба иесінің аты жөні оның жанын түршіктірді. Бұл адамның аты Нұрлан еді. Өз күйеуінің аты. Айман бір сәтке дем ала алмай қалды. Жоқ, бұл мүмкін емес. Өйткені ресми дерек бойынша Нұрлан сол түні із-түзсіз жоғалған болатын. Ал құжат апаттан кейін 2 күн өткен соң толтырылған. Демек, Нұрлан тірі болған. Айман үйге оралғанша өзіне келе алмады. Бір сұрақ миынан шықпай қойды. Егер Нұрлан тірі болса, неге қайтып келмеді? Сол түні ол барлық құжаттарды Арман мен Әлиге көрсетті. Екеуі де таң қалды. Әкеміз тірі болған ма? Деді Әли. Немесе ұзақ уақыт тірі жүрген? Деді Арман ойланып. Олар үшеуі бірге іздеуді бастады. Ескі таныстарды іздеді.
куәгерлермен сөйлесті. Ақыры бір қарияны тапты. Қария апат болған түні құтқарушылардың қатарында болған екен. «Иә, есінде», деді қария. «Бір ер адам ауыр жараланған еді, бірақ тірі болатын». «Кейін не болды?» деп сұрады Айман. Қария үнсіз қалды. «Оны біреулер алып кетті». «Кімдер?» «Білмеймін, бірақ олар полиция емес еді». Бұл жауап бәрін одан сайын шатастырды. Сол кезде Арман күтпеген нәрсені есіне түсірді. Балалар үйінде жүргенде тәрбиешілердің бірі оған үнемі «Сен туралы сұрап келетін бір кісі бар еді» дейтін. «Ол кім болған?» «Есімін білмеймін, бірақ оның сол жақ бетінде тыртық бар еді». Айман орнынан атып тұрды. Нұрланның дәл сол жерде тыртығы болатын. Үміт қайта жанды. Мүмкін ол әлі тірі шығар. Бірақ дәл сол түні олардың үйінің қақпасының алдына белгісіз біреу конверт тастап кетті. Конверттің ішінде жалғыз ғана ескі сурет жатты. Суретте Нұрлан тұрған, ал артында бір ғана сөйлем жазылған еді. Ол сендер ойлағаннан да жақын жерде. Суретті көрген Айманның қолы дірілдеп кетті. Нұрланның дәл өзі. Жылдар өтсе де, оны танымай қалу мүмкін емес еді. Арман суреттің артындағы жазуға қайта қарады. Ол сендер ойлағаннан да жақын жерде. «Мұны кім жіберді екен?» деді Әли. Ешкім жауап бере алмады. Келесі күні олар суретті мұқият зерттей бастады. Арман телефон арқылы суретті үлкейтіп қарады. Кенет оның көзі артқы жақтағы ғимаратқа түсті. «Тоқтаңдаршы!» «Не болды?» «Мына ғимаратты көрдіңдер ме?» Айман суретке үңілді. Бұл аудан орталығынан алыс емес жердегі ескі демалыс үйі еді. Кезінде жұмыс істеген, кейін жабылып қалған. Олар сол күні-ақ жолға шықты. Ескі ғимараттың іші бос болатын, қабырғалары мүжіліп кеткен. Терезелері сынған, бірақ екінші қабаттағы бөлмелердің бірінде жақында ғана адам тұрғанның ізі байқалды. Үстелде жартылай толтырылған дәптер жатты. Арман дәптерді ашты. Алғашқы бетінде бір ғана сөйлем жазылған еді. «Егер сендер бұл дәптерді оқып отырсаңдар, демек мені тапқансыңдар». Айманның жүрегі тарс-тұрс соқты. Бұл Нұрланның жазуы болатын. Ол жалмажан келесі бетті ашты. Онда бұлай жазылыпты: «Мен сендерді тастап кеткен жоқпын. Маған мүмкіндік берілмеді». Айман көз жасын тия алмады. Жылдар бойы көкейін тескен сұрақтың жауабы жақындап келе жатқан еді. Бірақ дәптердің соңғы беттері жыртылып алынған екен. Ең маңызды ақпарат жоқ еді. Сол сәтте төменгі қабаттан аяқ дыбысы естілді. Арман бірінші болып баспалдаққа қарай жүгірді. Төменде бір қария тұрған. Шашы аппақ, арқасы сәл бүкірейген. Ол да оларды көріп қатып қалыпты. Айманның көзі ер адамның жүзіне түсті. Сол жақ бетінде ескі тыртық бар. Әйелдің жүрегі тоқтап қалғандай болды. «Нұрлан?» Қарияның көздері жасқа толды. «Айман». Осы бір сөзден кейін 20 жылдық сағыныш пен мұң сыртқа шыққандай болды. Айман жылап жіберді. Әли мен Арман үнсіз тұрды. Өмір бойы көрмеген әкелері дәл алдарында еді. Нұрлан бәрін баяндап берді. Апаттан кейін ол ауыр жараланған, жадынан айырылған. Бірнеше жыл бойы өзін кім екенін білмей өмір сүрген. Кейін ғана өткен өмірін есіне түсіре бастапты. Бірақ Айман мен балаларын таба алмай қалған. Ал уақыт өткен сайын оралуға ұялып қорқып жүрген. «Мен сендерді күнде ойладым», деді ол. Арман мен Әли әкесіне жақындады. Әли бірінші болып құшақтады. Артынша Арман да құшағына енді. Сол сәтте Нұрлан жылап жіберді. Өйткені тағдыр тартып алған екі ұлын да дәл алдында көріп тұр еді. Жоғалған егіздер қайта табылды. Бөлінген отбасы қайта қауышты. Бірақ ең үлкен ғажайып, Айманның ана жүрегі ешқашан алдамаған еді.